Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Информатика пәні 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Python тілінде программалау бөлімі бойынша бірінші жиынтық бағалау. Осы БЖБ бойынша жауаптарды талдайтын боламыз. Олай болса, бірінші тапсырмаға өтейік. Бірінші тапсырма программаны іске қосудың дұрысындағында, яғни Python бағдарламасын іске қосудың дұрыстығында. Бұл тапсырманы орындау үшін біз бірінші кітапты ашып алайық. Бірінші кезекте кітапқа қарап алайық. Бұл Алматы баспасы кітабы, Алматы кітап баспасы Python тілінде программалау бөлімі. Және де IDE-мен танысу 3-те 1, яғни бірінші тақырыпта 74-ші бетті ашсақ, 74-ші бетте бізге Python программасын іске қосу коды көрсетілген. Енді осы жерде барлық программаны іске қосқан кезде біз міндетті түрде пуск все программы, одан кейін барып біздің қалаған программамызға өтетін боламыз. Python бағдарламасы. Яғни біз пускты басамыз, одан төменге қарай түсе беретін болсақ, бізге керегі Python бағдарламасы. Python бірінші IDE дегенді бассақ, бізге осы Python терезесі ашылады. Олай болатын болса, біздің жауабымыз сәйкесінше біздіңше жауап дұрыс болады. Мен оны сіздерге анық болу үшін сіздерге белгілеп қояйын. Жасылмен дұрысын белгілеп қойдым. Біз міндетті пуск басамыз, все программы, одан кейін Python бағдарламасын тапқаннан кейін біріншісін бассақ, бізге Python бағдарламасы ашыламыз. Енді келесі төмендегі команда орындалғанда нәтижесі қандай болады дейді. Бірінші бізде print, бізді нәтижені экранға шығару болса, жақшаның ішіндегісі, тырнақшаның ішінде үш және плюс бұрыш. Яғни осы екі сөзді бір-бірімен біріктір дейді. Сонда бұл екі бағдарламаны біз қосқан кезде бізге 3 бұрыш деген жауап шығу керек. Бізде осы графаны алуымыз жауабы осы 75-ші бетте тұр. Print 3 бұрыш ол қалай екен біз қазір дәлелдеп көреміз. Бірінші Python бағдарламасын іске қосып аламыз. Жаңа файл print жазып алдық. Енді бұны іске қосу run батырмасын басамыз. Run батырмасын басқан кезде файл бірінші біз сақтап алуымыз керек. Оны рабочий столға сақтап ала салайық. Мысалы 6 болса 6 деп баса салайық. Және де сохранить етеміз. Содан кейін бізге нәтиже шығады 3 бұрыш. Біріккен күйде 3 бұрыш деген сөз шығады екен. Дұрыс жауабымыз 3 бұрыш. Осы екі сөзді біріктіріп шығарып береді. 3 және бұрыш деген сөзді екеуін біріктіріп шығарып береді. Түсінікті? Біздің дұрыс жауабымыз 3 бұрыш біріккен күйде. Келесі арманды 5-ке көбейтсек не болады? Print нәтижені экранға шығару, тырнақшаның ішінде арман деген сөз және арман деген сөзді 5 рет жаса дейді. Енді олайтын болса, ол кітаптың жауабы бізде тағы да сол бетте тұр. 75-ші бетте print арман көбейлген. Дәл осы сөз бізге шығып береді. Біз бұл жерге арман деген сөздің өзін 5 рет жазамыз. Мына жерге арман
Дәл осылай 5 рет қайталанады. Print 100 қосылған 150 дейді. Бұның жауабын білу үшін біз дәл осы жерде қарапайым түрде көрсетілген екен. Print 100 қосу 150 тең болады. Яғни қарапайым қосу амалы print 100-ді 150-ге қоссақ, нәтижені экранға шығар. Print деген сөзі оқушылар естен шығармайық, нәтижені экранға шығару. 100-ді 150-ге қоссақ 250. Осы команданы Python бағдарламасында қолданып көріңдер. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі болатын болса, үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада не берілген? Print бұл жерде 10 қосы 20 сандарының қосындысын шығаратын команданы жаз деген. Жаңағы көріп тұрсыңдар, 100 бен екінші тапсырмада 100 плюс 150 екеуінің қосындысын қалай шығарған болса, біз дәл солай осы жерде де шығарамыз. Print деген сөзді аламыз команданы, Python бағдарламасына print сөзін аламыз, және де біз міндетті түрде жақшаны алуымыз қажет. Осы жерге біз жақшаның орнына, мына жақша ішіндегі сандардың орнына 10 мен 20 деген санды қоя саламыз. Сонда бізге жауап шығады. Осы екеуінің қосындысын программасын жазады. Код осы. Түсінікті ғой? Бізде жауабымыз осы болады. Олай болса, біз төртіншіге өтейік. Төртіншіде деректер түрлеріне қарай сәйкестендір дейді. Деректердің түрлері нақты сан, бүтін сан, логикалық жолдық. Бұл сабақты деректер типтері деген сабақта өткен болатынбыз. Ол жерде анық жазылған деректердің типтері деген тақырыпты ашып аламыз. 3-те 3-ші тақырып, 3-ші тоқсан 3-ші тақырып. Енді олай болатын болса, осы жерде бізге деректердің типтері қандай екені көрсетіліп тұр. Көрсетіліп тұр. Int дегеніміз бүтін сан, integer бүтін сандар, яғни оларға кез келген қалдығы жоқ бүтін сандар жатады. Минустан плюсқа дейінгі бүтін, ешқандай қалдығы жоқ сандар бүтін сандарға жатады. Олай болса, келесі float, нақты сандар. Нақты сандарда қандай да бір қалдығы бар санды біз нақты сан деп атаймыз. 25,156, 5,0 деген сияқты қалдығы бар сандарды нақты сандар деп атаймыз. str, жолдық. Бізге қандай да бір сөз жолға сөз жазатын болса, немесе сөз ретінде қабылдасын десек, осы тырнақша арқылы жазамыз. Сол кезде str қабылданады. Тырнақша арқылы жазылса, осы бізде жолдық типке жатады. Және де бұл boolean логикалық тип. Бұл екі мағынаны қабылдайды. True, false. Жалған, ақиқат деген екі мәнді қабылдайды. Олай болса, бұл жерде енді бізге қарай, деректер түрлеріне қарай сәйкестендір дейді. Екі деректі бір-біріне қарай сәйкестендіреміз. Ол үшін маған фигуралар пайдаланайын. Нақты сандар дегеніміз біз жаңа айттық. Float. Нақты сандар float. Одан кейін бүтін сан. Бүтін сандарымыз бізде integer еді. Үшіншісі логикалыққа бізде bool, boolean жатады, және де жолдық str. Енді бұлардың әрқайсысы ары қарай сәйкестендіреміз. Int бүтін санға. Минус 27,885 бүтін сан, ешқандай қалдығы жоқ. Ол бүтін санға жатады. Келесі графамыз float, нақты сан. 25,156, яғни қандай да бір қалдығы бар сан болатын болса, ол бізге float, нақты сандарға жатады. Және де str дегеніміз тырнақшамен жазылған жолдық типке жатады, str. Және де бізде бұл логикалық тип true, false, жалған, ақиқат деген екі мәнді ғана қабылдайды.
Жақсы, осы бізге берілген 4 сұрақ екен. 4 сұрақтың да жауабын жауап бердім. Олай болса, келесі БЖБ-ларға жауаптарын білу үшін, алдын ала біліп жүру үшін каналға тіркеліп кет, және де достарыңмен бөліс.